және қадірменді қонақтар. Бүгінгі Ыбырай Алтынсариннің 181 жылдығына арналған «Даланың дара ұстазы» атты әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Ғылым қуып бала кезден терлеген, білімменен биік нұрға өрлеген, ыбырайым алып тұлғам ғасырлы, өзі өлсе де шын ғылымы өлмеген. Сәйгүлігін мініп алған білімнің, шын атасы әлібейдің ілімнің, нұрын төккен бар қазаққа өшпес күн, негізінде салып кеткен ғылымның. Кешіміздің сәнін келтірер, көңіліңізге шабыт берер, бишілерімізді ортаға шақырамыз. Дарын би тобы қазақ биі. Қарсы алыңыздар. Сәлем жолдап шәкіртіне дұғай-дұғай, ұрандатып өлеңмен келді былай. Жас ұрпаққа жар салып жаныменен, кел балалар, оқылып деді Ыбырай. Ыбырай Алтынсарин өлеңдері, кел балалар, оқылып, өнер білім бар жұртта. Bir Allah'a sığınıp gel ballar okualım, okugandı gönülge ıkhlaspен to'g'ilib, o'qisangiz bolalar shonashirab shag'illar, tilagan
болмаса, жылдан хабар алғызды, аз жоқ қорарғаны, мың шақырым жерлерден күн зарыңды барғызды, адамды құста ұшырды, мал істейтін жұмысты, отын соға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын пісірді, теңізден жүзді балықтай, нені кезді ақпай, білгендерге осылар, бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Ән Аққұсым, орындаушылар Мереке Айзере, Азамат Дарина, Закария Аяулым. Yeah.
Жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп баласына айтты. Анау тағаны, балам, ала жүр. Сынып қалған ескі тағаны алдына алайын. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіліп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темірші ұсталар бар екен. Соған жеткен соң манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бір тала шие сатып алды. Шие сатамыз, шие сатамыз. Сонымен шиені орамалына түйіп, шетінен өзі бірем-бірем алып жеп, баласына қарамай аяндап жүре берді. Біраз жер өткен соң әкесінің қолынан бір шие жерге түседі. Артында келе жатқан бала да тым-ақ қызылып келеді. Жерге түскен шиені жалма-жан аузына салып, бірақ өткен соң және бір шие сонымен әр жерге бір әкесінің қолынан түскені шиені о жаққа иіліп алды да алып жейді. Ең соңында әкесі тоқтап тұрып айтты. Көрденбе, ана тағаны жаман сынып жерден бір ғана иіліп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеудің орнына 10 еңкейсің. Мұнан бұлай есікте болсын. Аз жұмысты қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де қора боласың. Деді. Осымен қорқысымыз аяқталды. Ыбырай Алтынсарин өлеңдері: ананың сүті, жас, өзен, азған елдің молдасы. Қарсы алыңыздар. Сендерді балаларын сүйедіғын, қуанышына қуанып, қайғына күйедіғын, түн ұйқысын дүрбіліп, бір қақпай, реше баяқтамызды жүредіғын. Кім сендерді балаларын тербек еттің, еркелетіп ойнатып, сергітетін, жолға болсан, жаман болсан, балалар, қамқор ананың құшасын үрдететін. Кім сендерді балалар сағынан жеткен кезде, ғылымызды тез қайтпай көмбек еттен. Ұмытпа, ең кемінде жұлдыз сайын har kılıktır tövbesi көкке жетсін. Allah'tan güzel ağaç kaptırağın, aynaдай сәуле берген жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса, бір қалыпта аралап тау мен тасты арқыраған. Көңілің көңіштен ашылады, денеңде бар дертіңді қашырады. Өксіген оттай жанып, жануарлар өзеннен рахат тауып басылады. Қынарда тілсіз тұрған тоғайларды шуылдап желмен бірге бас ұрады. Оның мал айдап өтіне лай қалмайды, тасыса су бармаған сай қалмайды. Сәуде көтерілді рахмет бол, көрнер көзінде қазбен бол, көктен жаңбыр тоғырдан солай жүзіне қарын суы. Ұшпақтың бір сәулесі жерге түсіп, сіре жүрген жүрдің ордың бол. Ұлыдан көзін ашқан жаз қауша, жайқалып
желсіз түнде жарғай. Орындаушылар Қанатқали Назерке, Сартингалиева Аружан, Сұңғат Назерке. Қарсы алыңыздар. Назарларыңызға көрініс қарға мен түлкі. Ашылып түлкі жүрді жапан зата, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға.
берді. Қарға барды, әр сөзін күміс алдым. Сырттағы қақтыйды барша қалым. Осылайша шығатын сыртқа дағым. Сандуғаш бұлбұлдарды көріп едім, жүзіңді бір көруге сеніп едім. Дауысыңды бір шығаршы шаттанайын, сыртта азық болғанша өліп едім. Басын салып қойылған болғанда қыз, екі көзін қарғаға қылмандатып, деп жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Қарға тақсыр көз жасыңды көріңіз. Масатанып бұл қарға сілкінеді, ішін тартып миықтан бір күледі. Ары бар шуалыстан келген шығар, көңіл тынып кетсін шіркін. Деді. Мақтау сөзге семіріп, судай тасып парынша қарт еткенде аузын ашып, қарт еткенде ірімшік жерге түсіп, оны кетті түлкі екен алды қашып. Қар. Осымен көптің басталды. Алдарыңызда хор «Ақ көгеш» әнімен қарсы алыңыздар.
әдеби кешімізді мына өлең жолдарымен аяқтағымыз келеді. Көзі ашық жастарымыз көп болса екен,